саламатсыздар. Менің бүгінгі Q-Talks'қа алып келген тақырыбым бір күнде қалай 23 кітап оқуға болады. Бұл сұрақты көпшілік кісілерден осы сахнаға шығудан алдын сұрақ көрген болатын. Бір күнде қалай ойлайсыздар? 23 кітапты қалай оқуға болады? Көпшілігінің берген жауаптарымен бөлісіп өтсем, кейбір кісілер айтты, егер әр сағат сайын бір кітаптан оқысаң, бір күнде 23 кітап оқуға болады. Тіпті бір сағаттың артық қалады дегендер де болды. Бірақ бұл нәрсемен мен түбегейлі келіспеймін. Өйткені дұрыс күнделікті режимдік күннің өзінде біз ұйықтау және де тамақтану сияқты өзіміздің табиғи қажеттіліктеріміздің өзіне 8-10 сағатымызды жұмсаймыз. Ал екінші, көбінесе оқушылар берген жауаптармен бөлсем, бұл 23 кітапты оқи аласыз, егер оқып жатқан кітаптарыңыз ертегілер немесе 23-30 беттік кітаптар болатын болса, сіз бір күнде 23 кітап оқи аласыз. Негізі менің бұл сұрақты қойған кездегі негізгі айтқым келген нәрсе ауыспалмағанда еді. Сол мағынаны түсіну үшін сөйлемге мән берсек, жалпы сөйлемді кітап және оқу деген сөз негізгі тірек сөздер. Кітап сөзінің этимологиялық мағынасына қарайтын болсақ, негізінен бұл араб тілінен енген деп білеміз бәріміз. Негізі араб тілінен алдын ең алғаш көне арамей тілінде жасалынған нәрсе мағынасында қолданылған. Ал оқу сөзі болатын болса, өзіміздің көне түркі халқында руна жазуларында түсіну, түйінді шешу мағынасында қолданылған. Ал енді тақырыбымызды қайта жаңалайтын болсақ, бір күнде қалай жасалынған нәрсені түсінуге болады. Кез келген жасалынған нәрсені түсіну үшін ең алдымен оны тану қажет. Кез келген мамандық иесінің өз мамандығының шебері, яғни профессионалы болуды қаласа, өз мамандығына байланысты бүкіл нәрсені білуі және тану қажет. Мысалы үшін, әлемге атайгілі London Black Cab атты Лондонда таксилер жүйесі бар. Бұны кинолардан, сериалдардан көрген болсаңыздар керек. Бұл таксилер жүйесінде өз жүргізушілеріне қоятын ең бірінші талабы, жүргізуші Лондон қаласының картасын жатқа білуі керек. Ал мен тәрбиеші ретінде, болашақ педагог ретінде нені жатқа білуім керек? Бұл лондондық жүргізушілер Лондон қаласының әрбір нүктесін, әрбір көшесін, әрбір бұрышын таниды. Мен тәрбиеші ретінде өзімнің 23 оқушымды тануым қажет. Тек қана танып қоймай, оларды дұрыс бағыт-бағдарға бағдарлауым қажет. Тәрбиешілігінің ең алғашқы күндерінде оқушылармен жұмыс жасауды жалпы түрде, яғни бүкіл сыныппен бірге іс-шара жасап, солай тануға болады деп ойладым. Яғни жеке жұмыс жасауды қажетсінбедім. Алайда уақыт өте келе бұл нәрсенің дұрыс емес екенін түсіндім. Өйткені алдыңызда суретке қарасаңыздар, бірінші қара төрт үлкен шеңбердің ішінде тұрған кішкентай шеңбер қарама-қарсы беттегі ақшыл шеңберге қарағанда кішкентайрақ болып көрінеді. Алайда екі шеңбердің де негізгі өлшемдері бірдей. Яғни бізде сыныпта интроверт және де экстраверт оқушылар бар, екі типтік. Бізде сыныпта бүкіл жалпы іс-шаралар ұйымдастырған кезде көбінесе экстраверт балалар бізге бір табан жақын болады да, интроверт балалар бізден бір табан ұзақта болады. Ал тәрбиешінің ең үлкен қасіреті өзінің оқушысы одан бір табан ұзақ болу. Мен бұл нәрседен кейін әр баламен жеке жұмыс жасау керек екенін түсіндім. Алайда жеке жұмыс жасау үшін әр баламен дәстүрлі түрде жеке кездесіп шығу керек. Әр баламен бір күнде бір немесе екі баламен ғана жеке кездесіп шығуға болады. Бұл деген бір сыныппен түгелдей кездесіп шығу үшін сіздің 11 немесе 12 күніңіз қажет болады. Бұл өте ұзақ уақыт. Қысқа уақыт ішінде қалай балаларды жеке-жеке тануға болады деп ойладым. Шешімі өте қарапайым болды. Балаларды қысқа уақыт ішінде тануды қаласақ, оларға өздерін танытуға мүмкіндік беру қажет. Мен аптаның әр бірінші күні оқушыларға өмірлік сұрақтар, өмірлік ситуациялар беру арқылы олардың эссе жазуын сұрадым. Әр апта бірінші күні олар өмірлік ситуациялар немесе өмірлік сұрақтарға жауап беріп отыр. Және мен берген жауаптарды оқу арқылы сол апта ішінде бір тәрбие сағатын ұйымдастырып, сол тәрбие сағатында олардың берген мүмкін қателескен жерлерін, мүмкін назардан тыс қалдырған жерлерін толықтап, дұрыстап түсіндіруге тырыстым. Мен бұдан қандай пайдалар алдым? Біріншіден, интроверт оқушыларды жақсырақ таныдым. Екінші алған үлкен пайдам, жеке жұмыс жасау процесінде, жеке тәрбиелеу процесінде қай балаға қандай әдіс қолдану керек екенін анықтауға мүмкіндік алдым. Яғни ол балалардың осы эссе жазған кездегі өмірге деген көзқарастары мен өмірлік ситуацияларға қандай шешімдер беретінін көру арқылы олардың қандай бала екенін анықтап, оларға қандай әдістер қолдану керек екенін түсіндім. Үшінші бір үлкен бір пайдам, бұл уақыт жағынан үнемдедім. Яғни өзіме керек информацияны өте аз уақыттың ішінде алдым. Мысалы үшін
сыныпта белгілі бір проблемалардың болып жатқанын немесе болмай жатқанын білу үшін мен есімде бір сұрақ қойдым. Неге біз деп үш нүкте қалдырып сұрақ белгісін қойдым. Және де балалар әртүрлі жауаптар берді. Неге біз ұйымшыл емеспіз, кейбір балалар неге біз рұқсат береміз деген сияқты. Соның арқасында мен сыныпта қандай проблемалар бар екенін және де сол проблемалардың шешімін іздеуге тырыстым. Қорыта келсек, тақырыбымыздың басында айтқандай, бір күнде қалай 23 кітап оқуға болады. Кез келген нәрсе бір кітап, оған тек қана терең үңілген адам ғана оқи алады. Рахмет.